кез келген нәрсенің мерзімі болады. Сол сияқты осы заң саласында жүргеннен кейін бұл жерде құжаттың барлығының өзіндік мерзімі болады. Мысал үшін айта кетейін, жеке сот орындаушы сізге қатысты, яғни заң бұзушылық жасады. Сізге оның әрекетін немесе әрекетсіздігін сот арқылы заңсыз деп тану қажет. Бұл жерде жеке сот орындаушы, яғни ЧСИ сіздің жаңағыдай құқықтарыңызды бұзған күннен бастап сізде 10 жұмыс күн ішінде сотқа шағым бере аласыз. 10 жұмыс күнді егерде сіз ол срокты өткізіп алатын болсаңыз, демек сіздің жаңағыдай жалобыңызға қоса тағы да арыз тіркеу керек. Осы мерзімді қалпына келтіру жайлы. Бұл жерде жай ғана сылтау айтуға болмайды. Мен заңды білмей қалдым, естімей қалдым, көрмей қалдым деген сияқты. Сізде 10 жұмыс күн ішінде не үшін жалобы бермедіңіз, соны